Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы елді мекендерді су алу қаупінен қорғауға ықпал етеді деп салынған Көксарай су қоймасы халыққа кері әсерінде тигізуде. Аталған нысан пайда болғалы отырар Арыс Шардара аудандарына қарасты 10-нан астам елді мекеннің тұрғындары шіркейге таланып келеді. Зардап шеккендер қансорғыш қанаттылардың адам түгілі үй жануарларына да күн бермейтін жылдар бойы айтып жүріп өңір басшысының құлағына жеткізген. Содан облыстық бюджеттен 262 миллион теңге қаржы қаралған. Алайда в этом году по заданию акима области Бейбита Бакировича было выделено. Облыс әкімі Бейбіт Атамқұлов мырза аталған мәселе көтеріліп, оның шешілу жолдары көрсетілгеннен кейін облыстық бюджеттен 260 миллион теңге қаржы қаралуына ықпал етті. Алайда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына бөлінген қаржы неге екені белгісіз әлі күнге дейін мақсатына қарай жұмсалмай отыр. Но по каким-то таким причинам до сих пор эти работы еще не начаты. Бір емес, бірнеше рет көтерілген мәселені шешуге биыл бірінші рет қаржы қаралып отырғанмен, оны жаратуға мамандар асығар емес. Сала мамандарының сөзінше, мұның өзіндік себептері де бар екен. Ерте көктемде болатын проблема, соны ескере отырып, корректировка ретінде республикалық бюджеттен 262 миллион теңге бөлінген биылға. Бірақ ол уақытсы шыбын-шіркейден шығатын май айы. Қазір оны конкурстық егер өткізетін болсақ 45 күн алады кемінде. Біз қазір үлгеремейтінін біліп, қазір тек қана 6 миллион зерделеу жұмыстарына қарап отырмыз. Оның конкурсы жарияланады. Қазір істесек ол 260 миллион ақшаны біз суға ағызғандай боламыз. Кейне шаққаны бар, басқа түрлі шаққандар бар. Бірақ именно ол шыбын-шіркей шаққан фактор жоқ. Қорқатындай мәселе жоқ, себебі шіркей тек ерте көктемде ғана болады деген басқарма басшысының сөзіне ауыл тұрғындары келісе қоймайды. Себебі шіркей көктем шыққаннан қоңыр күз келгенше кетпейтінін айтқан ауылдықтар үйде еріккенімізден омарташыдай киініп жүрмейміз дейді. Барды екі көзімді шағып, ісіп кеткен кәдімгідей дым көрмей. Бардым, әлерге берді дейді. Барып, укол салдырдым, уколдан қайтпады. Енді одан кейін түске де бір сал түстен кейін тағы бар, шыдамай баратыр, мына көз көрмей баратыр деп. Бұдан басқа амалымыз жоқ деді. Барасын укол салады, уколдан қайтпайды. Басқарма басшыларының сөзінше, жыл соңына дейін шіркеудің шығуы мен оның таралуына зерттеу жұмыстары жүргізілмек. Комиссия жұмысының қорытындысына байланысты тиісті шара қолданылады. Бұл шіркейді жою жұмыстары келесі жылға қалып отырғанын көрсетеді. Демек, олардай шулаған халық тағы біраз уақыт шіркейге талана тұруларына тура келеді. Қанат Байысов, Бахадыр Тәжібаев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.